Жолдас аға, сіздің биіңізге айдас қарап отырып, сіз биіңіз тоқтатпасаңыз, музыканды тоқтатсыз ойын жоқ. Ұнап жатыр. Ал енді кішкене бері ортаға бері жақындаңыздар. Құрметті қонақтар, сіз келе өздеріңізге қош келдіңіздер. Ал burada туған күнің құтты болсын, денсаулығың құтты болсын. Екі қызыңмен қызығын көр. Жақсылық болсын, әрқашан жақсылық тілеймін. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum қоғам. Құрметті қауым, бүгін жолдасын туған күнін тойлап отырмыз. Алла тағала өмір ұзақ болсын. Қыздарының қызығын көріп, осылай шапқылап жүре бер. Жұмысына берекет болсын. Шаңырағың биік болсын, жақсылықтар кездесіп жүрмейді. Ал енді жолдас жездем, жалғыз жездем, туған күнің құтты болсын, дені сау болсын, өмір жасың сағынған ұзақ болсын. Енді мен әпкемнің үйінің тірегі сенсің. Тек қана үйлеріңде қуаныш болсын, бақыт болсын. Осы қос ботағыңды аман есен ұшырып, ұяларына қондырып, екеулерінен тек қана езулерінен күлкі кетпей, жақсы құда-құдағи болып жүр. Аумин. Айтқансыз. Жақсы амалдар өсін өміріңізге. Тек жақсылық тілеймін сізге. Құрметті той иесі Жолдас аға, туғаныңызбен құттықтаймын сізді. Ең басты денсаулық тілеймін, бастаған істеріңіз, армандарыңыз орындала берсін, жұмысыңыз жемісті болсын. Жолдас аға, осы туған күніңізбен құттықтай отырып, осы барлық жақсы тілектерге қосыламын. Содан кейін мына тілектестер екеулеріңіз бақытты ұзақ өмір сүріңіздер. Жолдас аға, сізге бірінші денсаулық тілеймін. Алланың разылығымен бәрі сіздер қыздарыңыздың, тәтенің қызығын көре беріңіздер. Алла бұйыртса енді ар жағында көре бересіз. Жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Ешқашан коллективтің алдында басыңыз төмен түспей, Алла только сізге күш беріп, қуат беріп, только басыңыз жоғары болып жүре берсін. Ауырмаңыз ешқашан. Сізге зор денсаулық тілеймін, ауырмаңыз, тәтекеңіз, ақсақалсар болыңыздар, екі қыздың қызығын көріп жүре беріңіздер, сізге зеленый свет, біз сіздерді жақсы көреміз, тәтекеңізді. Сізге ең бастысы жаңағы тілектерге қосыламыз. Денсаулық, бақыт, жолыңыз ашық болсын. Тәтекеңіз бізге қартайыздар. Сол сложно. Енді оригинальный достарың қайда айтпайсың? Ұмытып қаласың ба? Жолдас аға, сізді бүгін туған күніңізбен құттықтаймын. Денсаулық. Арманыңызға жеткен шығарсыз. Еще арман, көше. Соғанға тауба. Жасыңызға жас қосыла берсін. Осы бала-шағаңыздың қызығын көріңіз. Тілектес тәте екеулеріңіз бақытты өмір сүріңіз. Тәтті болыңыздар, сары түсті болыңыздар. Сары бәрі. Иә, мен сияқты деп. Давайте. Сіздерді құттықтаймын. Рахмет. Рахмет. Аға, өзіңіз жап-жасыл тістеріңіздің бәрі сап-сары, енді тойдың соңында разноцветный болып кететін болыңыз. Ал сіз келегі. Жолдас аға, туған күніңіз құтты болсын, ауырмаңыз, бақытты болыңыз, жасыңыз 100-ге келсін. Енді сыйлық қайда? Сыйлық, жоқ, ондай сыйлық емес, ондай сыйлықты әкең мен анаң береді ғой. Сенің бір тағы бір сыйлығың бар деп естідім ғой. Бата бер. Ал енді әкесі, алақан жайыңыз, біз бата береміз. Аумин. Дастарханың тоқ болсын, ойын қайғы жоқ болсын, бақ дәулетін
ерін берсін басына, ғұмыр жасын берсін жасына. Пәре жалашын шайтан жоламасын қасына. Бәрекелді айт. Аның қызыңдар шалсын. Ал сен әңгіме табыс ете ғой. Рұқсат, мархабат, келесі кезекте. Әрине, міндетті түрде би болады. Бірақ енді мына сіздердің сыйлықтарыңызды ұмытып кетпеңіздер енді. Неге кетпедіңіздер деп айтпаңыздар дегенім ғой енді айтып жатқан. Бірақ кетпеңіздер, осында келіп тұрыңыздар. Қазір енді қыздар жоғарыда шығатырмыздаршы қыздар жағы. Қыздар жағы жоғарыда шығамыз, жігіттер жағы бері қаратай жақындаңыздар. Мына жерде бажалар. Ортада сіздер генерал бажасы ғой, бері burada тұрыңыз. Берген. Бажаның старшак бірінші сіздер енді мәлікелердің артына бірінің тұрағаныздар. Сол категорияларыңызға байланысты. Старшина дегендер бар ма ішінде жоқ па? Тұрағаныздар. Оны сіздер керек жоқ, сіздер мына жаққа тұрыңыздар. Мына сіздерде тұрып алыпты ғой, сіздерде дедашина ғой деймін. Тұрағаныздар да, сіздерге тоспаймын. Майор бар ма? Сіздер кішкене босыңқырап тұрыңыздар, босыздар. Қазір мына жерде бұлай жасаймыз, мына жерде 4 жігіт қасына шығарлардың бәлесін айтып. 4 жігіт енді аға, өзіңіздің достарыңыздан бір 4 жігіт алып шығыңызшы. Күрескірейік, қазір білек суан қойып тұр. 4 жігіт. Жолдас аға енді досыңыздың қандай екенін осында деп білеміз. Кәне білеш, шапандарыңызды шешіп тастап тұрып ортаға мына жаққа келе ағамыздар. Қазір қадірмен ағайындар ортада жолдас ағамыздың достары мен бажалары сайысқа түседі. Сайыстың аты арқан тарту. Қыздар деген бұлай кетіңдерші енді. Әдемі болып тұра бересіздер. Араларыңыздағы генералдарыңыз қайсы? Бірінші тұрыңыздар. Бұлай кісі генералдың генерал екен. Маршал. Біріңізге соңызға біріңіз тұрағаныздар. Сонымен жігіттер, сіздер арқан тартып көрмегенсіздер ма? Біріңіздің артыңызға біріңіз. Болмайды біріңіздің артыңызға. Жалғыз өзі тартады деп қояды. Біріңіздің соңызға ағасы бұрын арқан тартып көргенсіз, брау деймін. Ал сіздер дайынсыздар ма? Төртеу. Енді мына жақта кішкене весовой категориясы былайынан болғанымен, бұл кісілердің бір минусы бар, кішкене жастарынан жас қосып қалған. Ал енді сіздердің кішкене жастар соға беттеріңіз бәрін түспеген. Сіздің дайындап тұрыңыздар. Сонымен, мырзалар, баршаңызға ортаны ашыңыздар, ана жақта үлкен кісілер көре алмай қалмасын. Мен мына жағына шығып кетейінші. Сонымен, дайындалыңыздар. Апырмай, осылай тұрышымен, сіз енді мына жағына шығу керек қой негізінде. Сіз оңқайсыз ба? Сіз солқайсыз ба? Сонымен дайындалыңыздар. Мен қазір 3 дегенде тартамыз. Бірінші қошеметтеріңіз болсын. Қымбатты мырзалар, мен санаймын. 1, 2, 3, кеттік! Музыка! Жаңа ағам айтқанда мен сенбей қойып едім. Кірпіктеріңізде іліп алып кеттіңіздер ғой мына кісілерді. Жаман ұятқа қалып қалып қой. Аға жалғыз өзіңіз тартып көресіз ғой деп төртеуін. Біз тігеміз ба? Кәне ұстаңыз төрттіген. Жігіттің екі сөйлегені өлгені дейді. Кәне ұстаңыз. Ұстаңыздар жігіттер. Келіңіз аға. Жоқ, жалғыз өздерді. Жігіт сөзінде тұру керек. Айттыңыз ба? Істеңіз. Досыңыз істемесе сіз айтқансыз үшеу, енді бір ұстаңыздар енді. Айтқаннан кейін ұстаңыздар. Жаңағы репетиция болған. Енді тұрыңыздар, ұстаңыздар, дайындаңыздар. Абыройды башаларға бірдеңке қылып алып берейін деп тұрмын ғой, дайындап тұрсаңыздар шетті. Ал сонымен арт жағынан біреуді точкаға біліп қойдыңдаршы, я көп масқара болып кетпесін. Сонымен дайындалайық. Түлкі деген жоқ, ойлап тұрыңыздар. Нақты ілініп кетіп масқара болып қалмасын. Сонымен дайынбыз ба? 1, 2 жарым 3 кеттік! Рахмет! Айдос, рахмет! Ой, не болды? Жолдас аға! Сіздің балғыздарыңыз үйден білген көрмеді? Мына жаққа мен түсінбей кеттім ғой.
өзі ілігіп кетті ғой жағында. Списоктар бес ағау бар. Қайдан президенттер келіп қалды ма сырттан деп едім, бірінен кейін бірі. Негізі шын достары жеңіссіздердікі. Бажалар енді бажа болып қала береді. Рахмет. Дастархан басына жайғасқан бұрын баршамыздан да бір би. Бажалардың құрметіне, достарының құрметіне, жеңіске жеткен ағаларымыздың құрметіне бір би. Музыка кетті. Айдос тездетейік көрмеде. Келдір ортаға. Айдос тездетейік. Ден қойсақ, дастархан басына жайғаса беріңіздер. Көп рахмет, жаңа ғана тамаша ойын көрсетіп, өнер қамтаға салып жатқан. Енді қадірменді көпшілік, тағы да бір атадан қалған сөз бар емес па? Асықты асық деме, салмағы бар болса сақа болар. Баланы бала деме, кезі келгенде аға болар деген. Кешегі жүгірген азамат бүгін мінекей 50 деген жасқа жетіп, әке жасынан өтіп, бүгін міне елдің алдында өзінің салиқалы ойы менен түйіндеген сөзін айтатын тіпті жасқа келді. Ендеше қадірменді ағайындар, келесі кезекте мінекей сен болсаң менің бауырымдай бол деп мақтан тұтып жүретін ортаға қазір енді жолдас ағамыздың қарындастары, күйеу баласы Раушан Жақсыбай, және де Рабиға Дина Данил, Аннара Дариға сынды қадірменді қонақтарды ортаға шақырамыз. Сөз кезегі өздеріңізден келіңіздер. Бар ма екен оқыстар ортамызда? Келіп ойын. Айттым сіздерді. Келіңіздер. Қош келдіңіздер. Сөз кезегі өздеріңізде кім бастайды? Жолдас аға,
туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз бақытты болсын, жасыңыз болсын. Алла өздеріңіз ішінде мына кейінгі келген елдеріңіз Қаракөлдердің қызығын көріп, солардың алдында өнер көрсетіңіздер. Мына құрметті қонақтар, сіздердің де үйлеріңізде осындай той бола берсін, той томаса тойымыз той бола берсін. Арқасында той болсын. Ардақты аяуларым, жеңгем, туған күнің құтты болсын. Әрқашан да саудай, асқардай болып, биікте шаңдап жүре бер. Екі аққуын әрқашан да ұшып, көлде самғап жүре берсін деймін. Ең бірінші сол денсаулық тілеймін. Жаңағы елдік бағыт тілеймін екеулеріңізге. Әрқашан да күліп ойнап жүре беріңіздер. Әрқашан әдемі болып, әрқашан да барғанда күліп, жайнап жүре берейік. Ал құрметті аға, құрметті әке, туған күндеріңіз құтты болсын. Аға, 50 жас ел ағасы. Жасыңыз ұзақ болып, істеп жатқан ісіңіз алға бассын, өмір берсін сізге. Екі бүлдіршіндеріміздің қызығын көріп, тек жақсылығына жетіңіз. Жаңа айтып отыр ғой достарымыз, небір жақсы ниеттер соның бәрі қабыл болып, заманымыз тыныш болып, Қазақстанымыздың бір жақсы бір сізді сыйлайтын тек әрқашанда аяулы аға болып жүре беріңіз. Біз сіздің артыңыздан еріп, сізді құрметтеп, қолпаштап, міне бірінің